Әрдайым осы Шымкентке келген кезде бір үйге келгендей боламын да. Енді өзімнің ауылым жерде алыс емес, бірақ Шымкент мен үшін сондай бір жылы қала. Шымкенттің тұрғындары да әрдайым, мен осы жуырда ғана біз әңгімелескен кезде, осы шымкенттіктер әңгімелескен кезде неліктен бірден солай тез тіл табысасын деген осындай бір өздеріңіздің сондай қасиеттеріңіз бар. Сол қасиеттеріңіз менің ойымша біздің экономикамызды ілгерілетіп жатқан бір күштің бірі деп мен соған сенемін. Енді бүгін біз қандай тақырыппен жиналдық? Rewoman деген қозғалыс біздің қыз келіншектердің белсенділігі, сол күшті қабылдау, сол күшті түсіну, сол күшті қолдау біз үшін үлкен рөл, біз үшін үлкен маңызды сондай тақырып. Оны біз бүгінгі форум, 17-ші форум, неліктен қарасаңыз бүкіл біздің депутаттарымыз, тең төрағаларымыз келіп бүгін қатысып отыр. Бұның себебі бұл біздің сондай соңғы, осы жылғы 25-ші жылғы соңғы форумы. Бұны біз Шымкентте өткіземіз деп басынан бері белгілеп алғанбыз. Сол себептен осы форумда мен айтып кететінім, Rewoman деген қазір басында жай ғана идея болып айтылған сөз. Қазір бұл Rewomanның артында мыңдаған қыз келіншектер, мыңдаған кәсіпкерлер, мыңдаған қыз келіншек бір-бірін қолдап келе жатқан, бір-біріне кеңесші, бір-біріне кейбір кездерде консультант, кейбір кездерде спонсор, кейбір кезде керісінше поставщик дегенде үлкен бір қоғамға айналып кетті. Шынымен де өзіміз бір жыл бұрын менен сұраса, қалай ойлайсыз, бір жылдың ішінде қаншалықты, қандай нәтижеге жетеміз деген кезде мен бір 50% айтпайтын едім. Себебі шынымен де бүкіл біздің болжамымыздан асып, бұған мен Динара ханым сізге үлкен рахмет, Айдана ханым сізге үлкен рахмет, біздің белсенділген Нелюбар ханым сізге рахмет. Енді шынымен де өте сондай өзекті мәселелерді көтеретін. Енді біз еркісі болғаннан кейін шығар, бұл қаншалықты осындай қоғамның, осындай қауымдастықтың қажеттілігін біз түсінбейміз, енді ғана түсініп жатырмыз. Сол себептен осындай біздің партиямыздың бастамасымен ашылған Rewoman қозғалысы әрі қаратай ілгерілете берсін, әрі қаратай дами берсін. Біз өз жағымыздан не ұсына аламыз? Ең бастысы, Rewoman басқа қауымдастыққа қарағанда сіздің қасыңызда саяси партия бар. Бұл не деген сөз? Бұл ең бастысы сіздің ұсыныстарыңыз, сіздің ойларыңыз, сіздің бастамаларыңыз анау мәжіліс мінбарынан өкіметте айтылатын және де өкіметте енгізілетін күш бар. Сол себептен Rewomanның күші басқа қозғалысқа қарағанда едәуір артық деп айтуға болады.